Балта ботқасы ертегісі. Ертеде бір жауынгер болыпты. Ол жауынгер жорықтан оралған екен. Бір күні жорықтан оралған жауынгерді бір үйге жіберіпті. Ол үй иесіне: "Амансыз ба, қайырымды әже? Жүрек жалғайтын бірдеңе берші" деп еді. Оған кемпір: ана шегеге іле сал" "Сен мүлде таскереңбісің, әже? Қай жерге ұйықтағың келсе, сол жерге ұйықта" дейді. "Әй, кәрі қақбас, мен сенің кереңдігіңді емдеп беремін. Жай дастарханыңды" дейді жауынгер. Кемпір сараң еді, тамағын аяды. "Дастарқанға қояр ештеңем жоқ, балам" деді. "Өзім де қара нан, қара сумен күнелтіп жүрмін". "Ботқа пісір" деп бұйырды жауынгер. "Неден пісірейін, шырағым" деп жауынгер зар қақты. "Балтаңды әкел, балтадан ботқа жасап беремін" дейді. "Мұнысы қандай екен? Балтадан ботқаны қалай жасар екен? Көрейін" деп ойлайды әже. Балтасын әкеп берді. Жауынгер балтаны қазанға салып, үстіне су құйып, пісіре бастады. Жауынгер қайнатып дәмін көрді де былай дейді: "Бәрімізге жететін ботқа жасар едім. Аздаған жарма болса ғой" дейді. Әже жарма әкеп берді. Жауынгер тағы да қайнатып алды да: "Пісуіне аз қалды. Аздаған май құйсақ болар еді" дейді. Әже оған май әкеліп берді. Жауынгердің ботқасы дайын болды. "Ал, апа, наның мен тұзыңды бер де, қасығыңды ал қолыңа. Ботқа дайын болды" дейді. Әже оның айтқанын түгел орындады. Екеуі бірге ботқаны жеп алды. Әже бір уақытта: "Балақай, балтаны қашан жейміз?" "Ол әлі піскен жоқ" деді жауынгер. "Өзім жолға шыққасын, әрі қарай пісіріп, таңертең жеп алармын" деп аулаға шықты да балтаны бір жерге жасырып, үйге қайтып келді. Келесі күні жауынгер әжемен қоштасты да басқа ауылға қарай бет алды. Мінекей осылайша жауынгер ботқаны да жеді, балтаны да әкетті. Ал әже сараңдығы үшін жазасын тартты. Мінекей ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар.